қайырлы күн, қазақ елі. Тіл тұғырым облыстық жобасы аясында өткізіліп жатқан қазақ тілімен мақтанамын тақырыбында челленджін Павлодар қаласының номер 1 жалпы орта білім беру мектебінің педагогтері бастау алып, Павлодар қаласының номер 2 жалпы орта білім беру мектебіне жолдайды. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сағыныш Жылқайдарқызы. Өз тіліммен әр уақытта мақтанып жүремін. Себебі ана тілім әрдайым жүрегімнің түкпірінде сақталғандай. Ол қашанда ыстық, әрі құлаққа жағымды. Жүрегім елім деп соққан әр ұлттың азаматтары үшін өз ана тілі ерекше құрмет, ықыласқа ие болуы тиіс деп білемін. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұрып етте деген өлең шумақтары бәріміздің есімізде болар. Бұл шумақтар менің санамнан мәңгі өшпейді. Мен өз тілімді шексіз сүйемін, қазақ тілімен мақтанамын. Қазақ тілім Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, қазақ халқының ана тілі. Шексіз бай, шырайлы, тегеуріні мықты, көркем, дана, сұлу, рухани бай, абай әрлеген, жамбыл жырлаған, мәңгілік елдің мәңгілік тілі. Қазақ тілі ана тілім, ана сүтімен дарыған, бала тілім, бабам тілі. Белгілі шығыстанушы ғалым Радлов әлем тілдерінің ішінен тек 3 тілді ұлылығын мойындадым. Ол орыс, француз және қазақ тілі деп айтса, түркі тілдерінің ішінде ең бай тілі қазақ тілі екенін Милиаранский айтып өткен болатын. Қазақ тілі әлемдегі ең бай тілдердің бірі. Бір деректерге қарағанда, оның сөздік қоры 2,5 миллионнан асады екен. Қазақ тіліндегі синонимдердің көптілігін айтып тауысуға келмес. Мағыналы сөздердің дәл орын тапқан ақын жазушылардың тілі қандай көркем. Қайта-қайта сөзі мен өлеңін тыңдап, айта бергім келеді.